Балалар, қараңдаршы, сендерге көгершіннен хат келіпті. Ендеше сол хатты ашып оқиық. Ya, bos кезінде кітап жазыпты. Ол кісі кім болған? Жарайсыңдар балалар, өткен тақырыптар бойынша барлықтарың дайындалып келген екенсіңдер. Ал ендеше балалар, бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Хан Абылай. Бұқар жыраудың Хан Абылай атандың өлеңімен танысамыз. Алдымен сендерді бөлім атауы бойынша 3 топқа бөліп алайын. Бірінші топ ғұлама тобы, екінші топ ақын тобы, үшінші топ батыр тобы боласыздар. Балалар, енді мына бейне жазбаға назар аударайық. Өзінің шыққан тегін жасырып, атақты Төле биге қызметке жалдады. Әбілмансұрдың үсті басына, алуа жылас басына қарап, Төле би балаға Сабалақ деп ат қояды. Әбілмансұрдың зеректігі мен батылдығын байқаған данаға жасылықта жүрген жанның тектен-тек бала бесік екенін сезген. Сөйтіп, қазақ халқының сол кездегі мүшкіл жағдайын айта отырып, хандық заңдылықтар мен саяси түсініктерге үйрете бастайды. Билер мәселесі қалай шешілетінін, халықпен қалай қарым-қатынас жасап, батырлармен және ру басыларымен, шетелдік елшілермен қалай байланыс жүргізу керектігін айтып отырған. Кез келгенде Сабалақты жоғар басқыншылығын қайтару үшін жорықтарға аттаған. Балалар, Бұқар жырау Қалқаманұлы 1668 жылы 1781 жылдар аралығында өмір сүрген әйгілі жырау. Бұқар жыраудың туған жері қазіргі Павлодар облысы, Баянауыл ауданы. Бұқар жырау Абылай ханның ақылшысы, кеңесшісі болған. Жұрт оны Көмекей әулие деп атаған. Сөйлеген кезде үнемі қара сөзбен емес, көмекейі бүлкілдеп, түйдек-түйдек жырмен сөйлейтін болған. Шыққан тегі Арғын тайпасының Қаржас руынан. Өзінің заманындағы сыншылар оны Көмекей әулие деп атаған. Ал ендеше балалар, осы Бұқар жырау Қалқаманұлының Абылай ханға арнап, Хан Абылай атандың деп арнаған өлеңіне назарымызды аударамыз. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың, жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың, әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз, өңкей батыр жиылдеп Хан Абылай шақырдың, бір төбеге жиылды, құм төбедей үйілді, басыңа біткен күніңіз, құтты болсын ұлыңыз, Хан Абылай атандың, арманың бар ма, хан ием? Енді балалар, мына сурет бойынша топтық жұмыстар орындаймыз. Бірінші топ, топтастыру әдісі бойынша осы суреттегі қандай батырларды білеміз, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Ал екінші топ, балық қаңқасы әдісі бойынша суреттегі қазақ батырлары екенін неден аңғардың, сол бойынша жұмыс жасалады. Ал үшінші топ сіздерге топ әдісі беріледі. Бұл жерде қазақ батырлары неліктен атқа қонды деп ойлайсың, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Мысалы, олар аттың үстіне қонып, қолдарына не ұстаған? Қорт айтқанда
Жауға шауып не істеді? Жеп. Яғни артта олар көлік ретінде пайдаланған. Тамаша жауап. Келесі. Сұрақ оқы. Олардың Қазақ батырлары екенін неге? жауға шапты. Бірінші тақырыбы батыр болу дегені батырлар. Не істеді олар? Дұрыс. Келесі үшін стоп. Дайындалып тұрыңыз. Абылай хан билік еткен жылдар. 1788. Дұрыс емес. Бір сұраққа дайындаламыз. Абылайдың бала кезіндегі лақабаты. Альбинов. Қанша? Кім жауап береді? Сабалақ. Дұрыс. Келесі. Абылай қай жылы дүниеге келді? 1711 дейді. Дұрыс. 300-дің басын қосқан кім? 300-дің басын қосқан Абылай хан. Балалар, сендердің әрқайсыларың алдарыңда жеке куәлік бағалау парағы жатыр. Сол бағалау парағына бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді және де кім өзіне қанша бал қояды, соны жазамыз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа барлықтарың жақсы дайындықпен келіп, барлық тапсырманы дұрыс орындап отырдыңдар. Сендерге үлкен алғысымды білдірем.